Сәлем достар, сіздермен есепшот. Бүгін біз бизнестің заманауи трендіне айналған нейрондық желілер жайлы сөйлейтін боламыз. Нейрондық желілер дегеніміз адам миының жұмыс жасауына ұқсас келетін компьютерлік жүйелер десе де болады. Нейрондық желілерді пайдалана отырып бизнес процесстерді автоматтандыруға және оңтайландыруға болады. Нейрондық желілерді пайдалана отырып процесстерді автоматтандыру жұмысқа кеткен уақыт пен қаражатты үнемдеуге мүмкіндік береді. Бірақ ол адамдардың жұмысын толығымен алмастырады деген сөз емес. Керісінше ол адамның жұмысын тиімдірек жасауға және адамның интеллекті мен тәжірибесі қажет болатын шығармашылық жұмысқа көңіл бөлуге мүмкіндік береді. Ал бизнестегі нейрондық желілердің артықшылықтары қандай? Жоғарыда айтып кеткендей, бизнес процесстерді автоматтандырады және оңтайландырады. Адамға қарағанда үлкен көлемдегі ақпаратты дәлірек және жылдамырақ талдайды. Мысалы, өндіріс саласында белгілі бір процесстерді басқарады және өндіріс тізбектерін оңтайландырады. Соның арқасында шығындар азаяды, өнімнің сапасы артады және процестің тиімділігі артады. Мысалы, Toyota, Siemens, General Electric сияқты ірі компаниялар өзінің өндірістік процесстерінде осы нейрондық желілерді қолданады. Сонымен қоса, Amazon, UPS сияқты компаниялар өзінің логистикалық операцияларын басқару үшін нейрондық желілерді қолданады. Ал тұтынушыларға қызмет көрсетуде нейрондық желілердің пайдасы қандай? Нейрондық желілер тұтынушының мінез құлқын, оның қызығушылықтарын зерттей отырып, оған жаңа ұсыныстар береді. Мысалы, электрондық коммерция саласында тұтынушының бұрындары сатып алғаны мен қызығушылықтарын зерттей отырып, оған ұсыныстар береді. Солай бұл тәсіл тұтынушылардың қанағаттануын арттырады. Мысалы, бәрімізге танымал Netflix стриминг сервисі тұтынушыға жаңа фильмдар мен сериалдарды ұсыну үшін осы нейрондық желілерді қолданады. Ол тұтынушының қызығушылығын, бұрында қараған фильм, сериалдары және рейтинг жайлы ақпаратты талдайды. Және Starbucks компаниясы өз клиенттеріне лояльды бағдарламаны ұсыныстарын жекелендіру үшін осы нейронды желілерді пайдаланады. Ал нейрондық желілер арқылы маркетингтік науқандарды қалай оңтайландыруға болады? Бір ауыз сөзбен CNN Convolutional Neural Network машиналық оқытуды қолдана отырып, тұтынушының мінез құлқы мен оның қызығушылығын зерттейді. Соның арқасында қандай науқандар мен қандай арналар тиімді екенін анықтайды. Мысалы, 2016 жылдан бастап нейрондық желілерді қолданатын Blackwood 7 компаниясы Volkswagen автокөліктерінің сатылымына өз жауапкершілігін алды. Сонда Blackwood 7 компаниясы нейрондық желілерді қолдана отырып, жанармайдың бағасы, бәсекелестердің бағасы және белгілі бір көлік моделіне қызығушылық сияқты нарықтық ақпараттарды зерттейді. Соның арқасында Volkswagen Up автокөлік моделі өзінің саудасын 14%-ға үлкейтеді. Ал басқа модельдер 20%-ға тіпті. Ал нейрондық желілер инвестицияны басқаруға көмектесе ала ма? Жауабы әрине иә, себебі нарықтық деректерді талдау және динамиканы болжау арқылы көмектесе алады. Бизнес иелеріне ең перспективті салаларға инвестиция жасауға мүмкіндік береді. Нейрондық желілер бизнесті өзгертеді. Компаниялардың тиімді жұмысын және бәсекеге деген қабілеттілігін арттырады. Бизнестің болашағы жасанды интеллект пен нейронды желілермен тығыз байланысты екеніне көздеріңіз жетті деген үміттеміз. Ал бүгінге осы сіздермен болған Марлен. Арнамызға тіркеліп, пікірлеріңізді комментарийде жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау, сәлематта болыңыздар.